қастерлердің кітабының атына таң қалдым мен. Себебі біздің қазақтар қоймайтын ат екен да, ешқашан жоқ деме дейді. Қазақтар бір өмірдің белесі, өмірдің бір шындығы, басқа деп атауы мүмкін да, ешқашан жоқ деме деп қазақтың кітап жазғанының өзі, қазақ тілді жаңағы оқырмандар үшін бір селт еткізетіндей нәрсе деп өзім түсінемін. Соңғы жылдардағы өзінің бойындағы, өзінің ішкі әлеміндегі өзгерісін осы ат арқылы беріпті. Қастердің өзгергенін сырттан байқап отырдым мен. Себебі бұрын Қастер мүмкін өзі осы кітабында жазыпты, мен кекшілдіктен арылдым депті. Кекшілдіктен арылу деген сөз, ол рухани дүниеге үлкен қадам жасау деген сөз. Себебі пендешілік дейміз ғой, пендешіліктің біреудің айтқан, сен туралы айтқан жаман сөзін ұмытпау, саған істеген бір жамандықты өмір бақи, жаңағы қазақтар айтады ғой, басы жерге кеткенше жаңағы өкпесінің қалуы. Осыдан арылған азамат нағыз жаңағы рухани мәңгілік дүниеге жаңағы аяғын басып, соған рухани жағынан бай адам деуімізге болады. Қастер осы кітабында бір жастар үшін маңызды нәрсені жазыпты. 3 асыл қасиет керек дейді. Бірінші арман болу керек адамда дейді. Екінші өзіңе деген сенім болу керек дейді. Үшіншіден сені мызғытпай ұстап тұратын сенің отбасың, жаңағы ортаң болу керек дейді. Себебі осы үшеуінің біреуі болмай қалса, адамда кемшіл дүние болады. Армансыз адам мүмкін бір Құдайдың ісі дейміз бе, сынаққа берілген нәрсе ма, бір ақша да берілуі мүмкін оған, табыс та берілуі мүмкін. Оның арманы жоқ болатын болса, ол ақшаның ешқандай өмір үшін, жақсылық жасау үшін ешқандай құндылығы жоқ болады. Екінші нәрсе, адамның өзіне деген сенімі. Бір нәрсеге жеткен адам, әрі қарай мен оны әрі қарай жылжығанға менің мүмкіндігім жетпейді-ау деп өзін шектеп тастаған адам, ол әрі қарай жетілуге мүмкіндік алмайды. Үшіншісі, адам өзінің сүйген ісімен өзінің арманына жету үшін оны қоршаған жақын адамдары оған үлкен тірек болу керек. Сондықтан осы жерде үлкен философиялық ой айтылған. Мына жерде қарасаңыз, сол өмірді өзгерту үшін, табысты болу үшін қандай қадамдар жасау дегеннің өзі бір-бірлеп түсіндіріліп көрсетілген. Бұл әсіресе біздің жастар үшін, бірақ біздің жасы келген адамдардың ішінде де кез келген қарияны дана деуге болмайды ғой. Даналыққа жететін адам жас кезінен болатын бала туралы мақалдар бар ғой біздің қазақтар. Яғни жас күнінде армандай алмаған адам қартайғанда қаншама нәрсені көрсе де, мүмкін көп нәрсені оқитын шығар, мүмкін бір атақтар алатын шығар, мүмкін ол доктор болатын шығар, бірақ ол даналық деңгейге көтеріле алмауы мүмкін. Себебі оны жетелеген арманын ол баяғыда өзіп тастаған. Ол өмірдің жетегі мен басқалардың арманымен өмір сүріп жатқан адам. Сондықтан мен ойлаймын, жас кезде арманы болмаған адамның болашақта табысты болуы деген өте күмәнді нәрсе. Енді жаңа табыс туралы айтты. Бізге қазір жан-жақтан экономикалық жағынан табысты болуды, мынау батыстың психологиясы бізге, батыстың құндылықтары ылғи бізге айтады. Табысты болу ең алдымен экономикалық. Иә, бұл бір қыры ғана. Себебі өзін өзі жеңген адам басқалардың, жақында мен бір қызық ой келді, жақында бір студентім маған өте көп нәрселерді айтып жылады. Содан кейін айтты, мені барлығы жамандай береді деді. Мен барлығы бір нәрсе істейін десем, маған кедергі болады дейді. Сол кезде мен айттым, сен есей дедім. Есею деген не апай деді. Мен айттым, бір сөзбен айтсам, есею деген өзіңнің ішкі басқалардың көзқарасымен өмір сүру емес, өзіңнің ішкі сенімің, нанымың бойынша өмір сүру есею дедім. Әйтпесе есеймей қалған 50-дегі адамдарды да көріп жүрміз. Есеймей қалған 60-дағы адам әлі өзіне, бүкіл әлем өзіне барлығын беру керек деп ойлайды. Қастер осы кітабында барлық әлем өзіңнің ішінде дейді.
бала күнімізде мынау Семейдің топырағында, Абайдың топырағында өмір сүрген, дүниеге келген топырағында өскеннен кейін Абайдың өлеңдерін көп оқыдық. Соның ішінде 6-шы сыныпта оқып жүрген кезде әдебиетте оқыған бір Абайдың жұмақ өлеңі менің өмірімнің девизіне айналды. Бұл өзіңе сену туралы. Абай айтады, өзіңе сен, өзіңді алып шығар дейді. Ол жерде не көмектеседі? Еңбегіңмен ақылың алып шығар. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың. Осы жерде Абай бірінші орынға еңбекті қойып тұр. Ақыл дегеніміз бұл жерде бір жетудің құралы сияқты. Бірақ ең алдымен жаңағы еңбек. Әрине, табиғатынан берілген адамда Қастер өзінің кітабында да жазады. Неше түрлі бір артықшылықтар мен кемшіліктермен адамды береді. Бірақ адам өзінің жүрегіне терең бойлап, осы Абай айтқандай асыл тасты өзінен іздейтін болса, өзінің кемшілігін де адам өзі ұғатын болады. Біреу айтып қажеті жоқ. Ол өзі ұғынған жағдайда сол кемшілігін ешкімге айтпай-ақ жөндей бастайтын болады. Сондықтан ойлаймын, Қастердің бұл кітабында терең жаңағы біздің Абай сияқты ғұламалардың бір ойларының ізі жатыр ма деп ойлаймын. Бұл Қастер түсінген, Қастер өзінің ойынан, ақыл ойынан сүзгілеп шыққан сол ғұламалардың бір ойларының ұшқыны ма деп ойлаймын. Бұл деңгейге 50 жаста жету мүмкін өте үлкен жетістік шығар. Себебі жаңа мен табысты болу туралы айтқанда сөзімді аяқтамай кеттім. Табысты болу экономикалық табыс емес, табысты болу ең алдымен өзіңе өмір сүру, орысша айтсақ комфортна болған кез. Саған істеп жүрген ісің ұнау керек, саған өзіңнің тұратын үйің ұнау керек, саған өзіңнің жаныңдағы адамдар ұнау керек, сенің армандарыңның орындалып жатқан процесс ұнау керек. Осылардың біреуі саған ұнамаса, сенің өмірің мәнін жоғалтады. Адамдар қазір неге депрессияға түседі? Өйткені олардың ішіндегі от әлсірей бастайды. Қазақ айтады, отты бала бер дейді, отты бала бермесең ала бер дейді. Ол деген сөз әрбір адамның ішіне Алла тағала бір отты жағып береді, біреулер соны сөндіріп алады. Оны сөндірмес үшін рухани азық бізде ұдайы болу керек. Қастердің кітабынан түсінгенім, бұл кітап әрбір қазақтың столында тұратын бір белгілі бір анда-санда күнде бір аяғына дейін оқып тастап, мен мына кітапты оқыдым деп лақтырып тастайтын емес. Әрқашан осы жерден өмірлік бір қиыншылыққа жолыққанда, өмірлік бір жақсы үлкен істі бастар кезінде бір ғұламалардың еңбектерін оқуға адам ниеттенеді ғой. Сондай кітаптың бірі болу керек. Себебі батыстың ғалымдары жазған, батыстың керемет психологтары жазған қазақтың психологиясына келмейді. Өйткені біздің өзіміздің ғасырлар бойы қалыптасқан рухани ішкі дүниеміз бар. Сол дүниені Қастер өзінің оққан дүниесін осы жерде дайын сценарий қылып беріп тұр. Сондықтан мен Қастерді осы үлкен табысымен құттықтағым келеді. Бұны табыс деп айтуға болады. Себебі адамдармен бөліскен білім, бұл адамдарға берген энергия. Себебі тек қана энергиясы бар адам ғана мынаны жаза алады. Өзінің ішкі жаңағы жанын жеп жазған еңбегін. Кез келген нәрсені жаныңды жеп жасасаң, соның беретін табысы да көп болады. Қай жағынан алсақ та. Сондықтан мен ойлаймын, жанын жеп жазған халық үшін жазды. Қастер өзі де ойлап жүре беруіне болатын еді. Халық үшін жазған осы іс игілікті бір үлкен адамдардың психологиясын, мынау жастарға бір жол сілтеп, үлкен бір туынды болсын, бұның ғұмыры ұзақ азаматтарын тәрбиелейтін үлкен құрал болсын деген тілек айтқым келеді.